Сәлем достар, біз 5 айлық баланы қалай еңбектеуге үйретеміз. Біз бірінші баланың аяғын босатамыз. Үй жағдайында әрбір ана баласымен күндіз кешке 15-15 минут осылай заниматься ету керек. Бірінші аяқтың бас бармақпен табанды дайындап аламыз. Екінші тіземен жамбас. Осылай әр жаққа қарай 5-5 реттен жасап отырамыз. Sizin екі жақтан. Сол кезде баланың еңбектеуге аяғының бұлшықеттері қалыптасады. Бұлшықеттер қалыптасады. Сол үшін осы упражнениелерді күнде үй жағдайында 5-15 реттен қайталап отырсаңыздар болады. Әр памперс ауыстырған сайын қайталап отырсаңыздар, сол кезде балдарыңыз еш кедергісіз еңбектейді.